Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, оп-оңай жасалынатын шоколадты бал мұздақ жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге сливки қажет болады, 33-35%. Өте салқын, холодильникте тұрған, ыдысымыз, насадка барлығы таза, құрғақ болуы керек. 100 грамм Қазақстан шоколад, соны теркадан өткізіп аламыз. Барлығын осылай өткізіп алып, миксермен миксерлейміз. Крем сияқты болғанша жоғары скоростта миксерлейтін боламыз. Міне осындай төңкерілмейтін қою крем сияқты шоколадты дайын. Ал енді осыны ыдысымызға салып, бетін жауып морозилкаға қалдырамыз қатқанша. Өте дәмді, оның үстіне ешқандай зияндылығы жоқ, табиғи сливкиден жасалған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пайдалы болса, төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздің бал мұздағымыз өте қатты болып тұрған екен, даже ала алмай қалдым, алу қиындау болды. Міне осындай біздің бал мұздақ.